2019 жылы президент ауысып, Нұрсұлтан Назарбаев өзінің орнына Тоқаевты қалдырған кезде енді бір өзгерістер болады ғой деп ойлап едік. Одан кейін бірнеше жыл өтті де Тоқаев алдын ала сайлау өткізді мерзімінен бұрын. Сайлауды 7 жыл қылды. Президенттік мерзімді. Сол кезде айтты. Енді бір мезгіл сайланады болды. Бір-ақ рет сайланады президент деп. Енді таяуда бір не шыға қалды, хабар шыға қалды. Конституциялық сотқа біреулер не беріпті дейді. Өтініш беріпті, анықтап көру керек. Президент екінші срокқа түсе ала ма, түсе алмай ма? О конституция жаңа қабылданды. Жаңа қабылданған конституция бойынша бұрынғы уақыттар есептелмейді. Сондықтан ол түсуге қақысы бар деп шығартты. Назарбаев та өстіп, алай жалтарып, былай жалтарып жүріп, қайта президент болды емес пе? Енді осындай сөзінде тұрмайтын, өтірік айтатын, маңайында жүргендердің көбі өтірік айтады ғой. Былай істеп жіберейік, былай істеп жіберейік, былай аунатып жіберейік деп. Бір адам ұзақ уақыт отырғанда немене оның бір жақсылықтар бола ма? Билік деген ауыстыру керек ол. Бұлар коммунистік қоғамда өзі ана, бұлар Центральный комитеттің, коммунистік партияның орталық комитетінің бюро мүшелері деген болған, ауыспайтын. Бір 20 шақты адам отырады, оны мектептерге, оқу орындарында, бәр жерлерде, көрнекі жерлердің бәрінде солар ілулі тұрады. Партияның бір съезі бірдеңесі болса, солар отырады президиумда тізіліп, қалай тізіліп. Соған дағдыланып алған бұлар. Енді демократия дегеннің өзінің бір заңдылықтары бар ғой. Ауысып тұру керек әр нәрсе. Сайлау болу керек дейді. Сайлауға халық қатысып дауыс беру мүмкіншілігі болу керек дейді. Қазір міне байқасаңыз, партиялардың тіріліп, өліп қалған партия, өліп жатқан партиялар ғой, енді өтірік өліп жатты ғой бұлар неше жыл. Жоқ, үндемейді. Әйтеуір бәлен партиядан деп қояды, біреулерді әкеліп депутат қылып қояды. Енді мына сайлау басталады деп еді, бұлар қайтадан тіріліп, осылар бірінен кейін бір жарысып, сценарий бойынша осыларды өткізіп жатыр да, депутаттарды ұсынып жатыр. Әйтеуір халықты билікке қарай жолатпау, бұл қалай болған нәрсені, осылар осының бәрін Қытайдан үйреніп келген адамдар ғой деймін. Өйткені Қытаймен жақындасып алды бұлар қазір. Бұрын орыстан үйренетін еді, орыстан үйренетін ештеңе қалмай қалды ғой. Орыстар өзі Украинамен төбелесіп бітіспеп жатыр. Оның саясаты дұрыс саясат болмады. Көршілерімен дұрыс қарым-қатынас жасай алмады. Салиқалы саясат жүргізе алмады. Қытайда да салиқалы саясат деп айтуға келмейді бұлардікі де. Бұлардікі де коммунист саясат қой енді, коммунист мемлекет. Әлі сол компартиялар басқарып отыр. Енді осының бәрі жаңа сол Қытайдан үйренген нәрселер. Бізде неше түрлі сырт саясатта, ішкі саясатта неше түрлі адамдар жүреді ғой. Солар айтып алып келеді ғой, осылай жасап жіберейік, былай жасап жіберейік деп. Қытайда не нәрсені қалай жасалып кеткенін байқамай қалады адамдар. Өзгеріп кетеді, моментально. Қас пен көздің арасында өзгеріп кетеді де олардың саясаттары. Біздің
Қазақ жұртында ондай нәрсе жоқ қой. Бізде дұрыс нәрсе мен қате нәрсені тез ажырататын халық. Біз Қытайдың саясаты бізге келмейді. Сондықтан тыраштанудың керегі жоқ та, оның саясатын әкеліп, оның партиялық жаңағы жүйесінің сайлауын алып келіп бізге тықпалаудың ешбір қажеті жоқ. Кәдімгідей қалай өткізіп жүрміз, солай өткізу керек нені. Халық қатысу керек. Мен енді мысалы балгер емеспін, ештеңе емеспін, бірақ біліп отырмын, ертең не болғанда ешкім бармайды ертең. Дәл осындай кете беретін болса, оған сайлауға ешкім бармайды. Айтып береміз оны, қалай болып жатқанын сайлаудың. Қалай жалынатындарыңызды халыққа. Енді бір нәрсе бар. Өткенде бір Моян деген адам келген кезде мен 2-3 рет сөйлеп айтып едім. Моян сияқты жазушылар бізде де толып жатыр, ондай жазушылар бізде. Ол қатардағы жай ғана бір жазушының біреуі, жазғандарын оқысаң кәші. Төленәбіс деген ағамыз айтты. Bir romanını оқып шығып ішінде бірде бір жағымды кейіпкер жоқ. Мен таң қалдым соған деп. Таң қалатын түгі де жоқ. Ол егер жағымды кейіпкер жоқ болатын болса, ішінде бір дұрыс адам болмайтын болса, о немене ол әдебиет болып жарытады ол. Енді міне Жекешан дегенді тауып алыпты. Алып келіпті соны Жекешан дегенді. Кеше анау үстіне шапан жауып айтып бүйтіп ана қыз бала бар ғой, мәдениет министрі. Сол енді желпілдеп жүгіріп баратын жөні жоқ қой соған. Орынбасарларын көп шенеуніктің біреуін жіберу керек еді. Ол министр ме, о кім ол? Жекешан деген актерлар бізде де толып жүр ғой, оның 100 есе, 1000 есе артық актерлар жүр бізде де. Енді осы актерді бір күн өтпей жатып, анау Ламтадзе дей ме, біреу сыйлық беріп оған Каспий банктың карточкасын беріп, бірдеңелер. Соны айту, далақтатып сүйрелеп саясат қылып жүрді. Ол бізді Қытаймен жақындастырудың саясаты. Енді үйренетін нәрсе көп шығар Қытайдан, бірақ үйренбейтін нәрселерін үйренудің қажеті жоқ та. Біз өзімізді өзіміз түсірмеуіміз керек, өзімізді өзіміз көтермелеуіміз керек. Мысалы біздің билік ақылды болатын болса, ана Әбіл деген кинодағы неге баға беру керек, ана саяси жағдайға. Халық неге сөйтіп жүр ана? Ол киноның шетелде соншалықты керемет болып табысты өтіп, бізге келген кезде адамдарға оған бөгет жасауы қалай болды? Біз өзімізді өзіміз бағаламаймыз. Оны бағалау керек оны. Ол киноны бағалау керек. Ресми бағасын беру керек біздің көзқарастарын айту керек. Я жекешелендіру кезінде түрлі сәтсіздіктер, түрлі асыра сілтеулер болды деп мойындау керек билік. Осындай асыра сілтеулердің нәтижесінде бізді халқымыз кедейшілікке душар болды. Сол кедейшіліктен әлі шыға алмай отырмыз деп айту керек, мойындап.